Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз пеште піскен тауықтың қытырлақ қанаттарын пісіреміз. Керек ингредиенттер осы видеоның астындағы описанияда толық жазылған. Қараңыз, біздің қанаттарымыз сондай қытырлақ, сырты іші шырынды, жұмсақ, өте дәмді, әдемі болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, тағы да басқа рецепттерімді жібермей көріңіз. Жуылған жілікке бөлінген тауық қанаттарын бір ыдысқа саламыз. Оған суық су құямыз. Бір ас қасық тұз салып араластырамыз. Қанаттарымыз 15-20 минутта піседі. Су қайнағаннан кейін бетіне көбік шығады. Көбікті алып тастаймыз да астына азайтып қоямыз. 15-20 минутта қанаттар қайнап піседі. Оны үлкенірек бір ыдысқа түсіріп аламыз. Және суытамыз. Бірін үстіне бірін қоймаңыз, өйткені жабысып қалады. Нанды ұсақтап турап 180 градуста 8-10 минутта пеште пісіреміз. Дайын сухариді блендермен немесе оқтаумен үгітеміз. Бір ыдысқа нан үгінділерін саламыз. Ары қарай тұз дәміне қарай. Қара бұрыш, бір ас қасық тәтті паприка және 2 қасық ұн салып, барлығын жақсылап араластырамыз. 2 дана жұмыртқаны алып, оны шайқаймыз. Дайын қанаттарымызды алып, оны жұмыртқаға аунатамыз. Ары қарай ұнды аунатамыз. Ұннан алып, қайтадан жұмыртқаға аунатамыз. Соңында дайын нан үгінділеріне жақсылап аунатамыз. Формамызды майлап, оған жаңағы қанаттарымыздың бәрін тізіп шығамыз. 200 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа салып пісіреміз. Біздің қанаттар дайын, балаларға да осылай майсыз пісіріп беруге болады. Қараңыз, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, шырынды, өте дәмді болып шықты. Осы менің видеом соңына дейін көргеніңізге рахмет. Подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып, тағы да басқа видеоларымды жібермей көріңіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.